Ассалаумағалейкум. Бұл видео Оңтүстік Корея елінде жүрген көптеген жерлестеріміздің өтініштері бойынша дайындалды. Оңтүстік Корея, бұл елге келетін адамның ойында бір ғана нәрсе. Ол жақсы ақша тауып, өмірімді жақсартсам. Бұл әлі кәріс жеріне атбасын бұрмаған жерлестеріміздің ойы. Ал біз бүгін Оңтүстік Кореяда сожу ішіп сандалып, бекчу ішіп бастар айналып жүрген кейбір қыздарымыз туралы айтатын боламыз. Айтпаш, вообще жиге тозды. Нең бар, айта берсін. Қайта сондайларды осындай жерде айды көпшіліктің алдында тәрбиелеуіміз керек біз. Барлығы кәріс жеріне жағдайымды жасасам, отбасымды асырасам деп келеді. Кедендік бақылаудан өтер кезде аузынан алласын тастамай дұға жасаумен тұрады. Оңтүстік Корея еліне қош келдіңіз деп басылған мөрді көргенде қуаныштан құдайын естерінен шығарып алады. Біз халықтың ортасында жүрміз, өзімізше тексеру жүргіздік. Қайда, қашан, кіммен, қалай. Түнгі клуб караоке еркектерге массаж жасайтын орындарда осы деп кәріші иіліп тұрып, сәлемін беріп күтіп алатын қыздарымызды да көрдік. Ой, бәлі, шығатын жаға яқпын. Иттің емес, биттің емес, корейский кимчінің емес, өкініштісі олардың үстерінен мұсылмандылықтың исі шығып тұр. Әттең дерсін. Бес саусақ бірде емес, таза жұмыс істеп, адал ақша тауып жатқан қыздарымыз да бар. Ал әке шешелеріне асханада ыдыс аяқ жуып, адал еңбек жасап жүрмін деген кейбір қыздарымыз шетел азаматтарымен қоса өз жерлестерімізге бір жерлерін қару ретінде пайдаланып, мені зорлады, зорлауға әрекет жасады деп жеңіл ақша тапқысы келетіндер де жоқ емес. Бізге көмек керек деп қоңырау шалатын қыздарымызға айтарым, тексеру барысында өтіріктің шындығы шығып, шекіртке сияқты шырылдап қалмаңыздар. Самат бүгін қыздарға қатты айтты деп ренжімеңіз. Өзге елде өз қарындастарын қорғаудың орнына қорлап, аналары мен жасты әпкелерімізді, ал қыздарымыздың қыздығын алып, қызығын көріп жатқан жігіттерге де айтарымыз бар. Пайғамбарлардың да анасы бар. Барлығымыз анадан дүниеге келдік. Қазіргі қыз болашақ ана екендігін естеріңізден шығармаңыздар. 5 минуттық ләззатымды қандырам деп, қаракөз қарындастарымызды өмір бойы қан жылауына себепші болып қалмаңыздар.